Бұл бағдарламамен жұмыс жасамас бұрын біз бірінші PowerPoint-тағы слайдты дайындап аламыз. Яғни 3D кітапқа ауыстыру үшін PowerPoint-ті ашамыз. Енді осыны мен 3D форматта 3D кітап арқылы жасауым керек. Ол үшін мен дизайн дегенді таңдаймын. Ориентация слайда книжнаяға қойып аламын. Альбомнаяға қоймаймын, себебі 3D кітап шықпайды бізде. Сондықтан міндетті түрде книжнаяға қоямыз да. Файл сохранить как рабочий стол. Рабочий столда тұр. Осы жерде тип файла дегенге PDF дегенді қойып сохранить етеміз. Мен алдын ала сохранить етіп алғам, сондықтан мен жасамаймын. Міне сайыс PDF форматтағы менің жұмысым. Келесі PDF Professional бағдарламасын ашамыз. 3D электронды кітап жасау үшін. Енді шаблоны проекттаға кірсек, әр түрлі тақырыптарға байланысты бізде көріп тұрмыз, шаблондар бар. Түрлі тақырыптарға байланысты. Міне оларды өздеріміз көріп танысатын боласыздар. Бұл менде жұмыс жасауға болады дайын шаблондармен. Келесі мен создать новый деп басамын. Просмотр. Бағанағы рабочий столдан мен сайыс дегенімді открыть етіп аламын. Все страницы, яғни маған барлығы керек. Немесе диапазон таңдап алсаңыздар болады. Бірінші, екінші бет деген сияқты. Импортировать сейчас деген басамын. Ұзақ болса, егер сайттарыңыз, ол ұзақ сақталады. Міне маған дайын түрде кітап автоматты түрде жасап берді. Енді мына жердегі құралдар тақтасынан вид дегенді сіздер мышканың оң жағын шерту арқылы барлығына галочка қойып алыңыздар, себебі мына жерде тұрады өзі автоматты түрде. Ол жерде шығып тұру үшін сіздер галочка басып аласыздар видтің қасына. Видтің ішіне закладка, тема, фон дегендерге. Енді темаға бастайық. Мына жерде әр түрлі шаблондар бар дайын. Кітабыңызды автоматты түрде ауыстырып береді. Hardcover granit деген ол міне мұқаба беті қатты кітап түрінде болды. Мысалы, маған осы ұнайды, осыны таңдаймын мен. Келесі фонға барамын. Кішкене басқаша түріне өзгертіп алайын. Мысалы, на фиолетовый алайын. Осылай таңдауға болады. Келесі цены. Бұл 3D яғни эффектілер арқылы. Мысалы, артына 3D эффект береді. Осы жерден өздеріңіз таңдап алсаңыздар болады.